Ал операция жасаған, ол тиімсіз, мен жасаттым міне. Оказывается, осы дәрінің өзімен де кетіруге болады. Диагноз қандай болды дедіңіз? Менде глаукома, катаракты болды. Анау соктрофилі. Бұл маған көмектесті, мен көзім операциядан кейінгі. Мынаған не қойды әлгі? Хрусталик қойды. Со қойды, оның кейін мына астындағы ақты айтты олар, ой, ол уже по жизни, у вас по жизни, это уже нелечимо деді. Жарайды деп, соның кейін госпитальдан шыққаннан кейін осында келгенде осы тұр екен. Жігіттер етін сұрадым, көзге не бар деп, осыны көрсетті, мынаны көрсетті. Онан кейін осыны алдым, сразу үйге келіп неттім. Таңертең тұрсам, көзім алды бәрі бұлшық. Ол бұлшық деген көмектеседі екен, андағы нелерді айдайды, ішіндегі нелерді. Онан кейін бір ай осыны тамыздым. Онан кейін бітіп қалды. Онан алдым, онан кейін. Мына қарасын алдым. Осыны алдым. Осыны құйып отырдым. Уже қарасам, көзім бәрі ашылған. Но вообще көрсетпейтін. Көзім ашылды, и мына ақтары астындағы. Кішкентай ғана қалды. Бол, осын еще Қарағандыда да көрген адамдарға нетім. Реклама берем, осын алыңдар. Күшті. И адресті бердім, міне. Бейімбет-Малина 19, осы Астанадан алуға болады осы жерде. Олар да қуанды, көзбен ғой. Мына көзімді вообще бұзып тастады ғой. Көріп тұрған көз босқа жасаттым, соны өкінем. 350 мың төледім. Астанада Vision Қарағандыда жасады. Оның алдында кеп осында Оптима деген бар екен, частный клиника. Оған бардым, оған барғанда 600 мың төледім. Онда просто жасаған жоқ, кіресің, ақша төлейсің. Пайдасы болмады. Мынаны жақтыңыз? Мынау көп жақсы көмектесті. Қанша курс лечения көмектесті? Маған мынау бір несі 2 күннен кейін көмектесті, уже көзім бәрі бұлшықтанып кетті. Санған жақсандағы нелерді бәрін кетіріп жатырды. Расында соң кейін қарасам, уже көзім жақсы. Мынау вообще көрмейді.